Сәлем достар, бүгін біз сіздермен көкжиекке бұрыш жасай лақтырылған дененің қозғалысын ары қарай жалғастырамыз. Себебі бізде мынандай есептер кездеседі. Яғни осы қисық сызықты траекторияның қисықтық радиусын тап деген. Көбінде бұл бізге екі нүктесінікі беріледі. Біреуі, яғни мына бастапқы О нүктесіндегі қисықтық радиусын тап дейтін R0-ді. Ал екіншісі ол бізде мынау, яғни ең биік нүктесі мынау А нүктесі деп белгілеп қояйық. Яғни осы А нүктесіндегі қисықтық радиусын тап деп беріледі. Яғни қисықтық радиусы дегеніміз осы көкжиекке бұрыш жасай лақтырылған дененің траекториясының қандай да бір бөлігі арқылы бір шеңберді құрастырып сызсақ, яғни сол бөлікті шеңбердің бір бөлігі деп алып, ары қарай шеңберді жалғастырып сызсақ, сол кезде пайда болған шеңбердің радиусын тап деген сөз. Енді қалай есептейміз? Бірінші R0-ден бастайық. Мына жерде ол егер көкжиекке белгілі бір альфа бұрыш жасай лақтырылған болса, біз үшбұрыштардың ережесінен сәйкесінше мына бұрышпен мына бұрыштың сәйкес екенін білеміз. Енді бұл жерде мынау қабырға, яғни осы мына іргелес қабырға, ол бізде центрге тартқыш үдеудің сәйкес келеді де, ал мынау оның мына қабырғасы, яғни көлбеуі, ол бізде G-ға сәйкес келеді. Сонда, яғни мынау іргелес қабырғаның, яғни А центрге тартқыш үдеудің G-ға, яғни ол үнемі жердің центріне қарай бағытталады ғой, соған қатынасы бізде осы косинусына тең болады. Демек, А центрге тартқыш үдеу тең болады G көбейтілген косинус альфа деген сөз. Енді біз центрге тартқыш үдеудің анықтамасынан оның формасын білеміз. Яғни ол V квадрат бөлінген R-ға. Ал мына нүкте үшін радиус ол R0, ал және жылдамдық ол оның бастапқы жылдамдығына сәйкес, V0 квадрат. Енді А центрге тартқыш үдеудің мәнін орнына қояйық. Сонда G косинус альфа көбейтілген тең болады V0 квадрат бөлінген R0. Осы жерден R0-ді тапсақ, ол тең болады V0 квадрат бөлінген G косинус альфа. Яғни көкжиекке бұрыш жасай лақтырылған дененің бастапқы нүктесі арқылы жүргізілген шеңбердің қисықтық радиусын біз мына формуламен тапсақ болады екен. Енді екінші жағдайға оралайық. Яғни ең биік нүктедегі қисықтық радиусын тап десе шеңбердің. Ол кезде қалай болады? Енді әрине центрге тартқыш үдеудің формуласын бірінші жазайық. Центрге тартқыш үдеудің формуласы бұл жерде. Ол жердегі жылдамдық сәйкесінше V деп алсақ, ол бастапқы жылдамдық емес қой. Бастапқы жылдамдығымыз V0, ол жерде бір V жылдамдыққа ие болған болсын. Ол сол V-ның квадраты бөлеміз мынау R А, яғни А нүктесі арқылы өткен шеңбердің қисықтық радиусы. Енді осы жерден біз қарап отырғанымыздай, бұл жерде G мен А центрге тартқыш үдеу екеуі тең деген сөз. Яғни А центрге тартқыш үдеу бағыты жағына G мен бірдей. Ал енді мына жерде қарасақ, V-ны белгілеу керек бізге. Ол жылдамдықты біз білмейміз, бірақ бастапқы жылдамдығы берілген болса, қалай табамыз? Екеуінің арасындағы бұрыш, яғни мынау V жылдамдық сәйкес мынау X өсімен сәйкес келеді. Сондықтан мына жердегі альфа бұрыш сәйкесінше мына альфа бұрышты береді деген сөз. Сонда енді бір тікбұрыш құрайтын болсақ, бұл жерде іргелесі ол V, көлбеуге қатынасы ол V0, демек V0-ге қатынасы косинус альфаны береді. Онда орнына қоятын болсақ, бұл жерден V-мыз тең болады V0 косинус альфа. Демек, онда G А центрге тартқыштың орнына тең болады V-ның орнына V0 квадрат косинус квадрат альфа бөлеміз R А-ға деген. Осы жерден, яғни А нүктесіндегі қисықтық радиусын тауып алатын болсақ, V0 квадрат косинус квадрат альфа бөлеміз G-ға. Яғни О нүктесіндегі және А нүктесіндегі жаңағы оның
қисықтық радиусын шеңберлерінің осындай формулалармен тапсақ болады екен. Енді біз осы қозғалысты қарастыра отырып, біз мынандай мысалға h биіктікке белгілі жетіп алды ғой. Одан ары қарайғы бөлігін, яғни мынадан бастапқы қозғалыстың осы мезетінен бастапқы бұны горизонталь лақтырылған дененің қозғалысы ретінде қарастырсақ болады. Яғни белгілі бір v0 жылдамдықпен егер дене горизонталь лақтырылып жіберсе, ол кезде ол белгілі бір h биіктікте тұрды жерден. Енді осы қозғалысты қалай қарастырамыз? Әрине, біз бұны тағы да екі қарапайым қозғалысқа жіктейміз. Оның мына қисық сызықты траектория мен қозғалатыны әрине шындық, бірақ біз оны жеңілдету үшін есеп шығаруды бұны екі қарапайым қозғалысқа жіктейміз. Әрине, ол бірінші горизонталь бағытта v0 тұрақты жылдамдықпен қозғалған қозғалыс, және мына вертикаль бағытта еркін түскен дененің қозғалысы ретінде қарастырсақ болады. Сонда мынау оның түскен L ара қашықтығын және h-ты қалай табамыз деген кезінде, h-ты табу үшін gt квадрат бөлінген 2 деген формуламен есептесек болады. Әрине, бұл жердегі t оның жерге түсу уақыты, және егер ол мынау горизонталь бағытта, яғни x осі бағытында бір қалыпты қозғалған деп есептесек, L-ді табу үшін v0 мен t-ны көбейте салуға болады. Яғни биіктігін және түсу қашықтығын осылай есептесек болады. Енді кез келген нүктесіндегі жылдамдығын қалай есептейміз? Мысалы, мына нүктеде оның жылдамдығы мына жанаман бойымен болады. V жылдамдық. Осы V жылдамдықты қалай табамыз? Оны, яғни мына бағытта жаңа біз айттық v0, және мына бағытта, тік төмен бағытта ол vy, мынау v0 жылдамдық, мында vy жылдамдық, мынау әрине v жылдамдығы кез келген уақыт мезетіндегі. Қалай табамыз? Өздеріңіз көріп тұрғандарыңыздай, мынау векторларды қосу ережесімен, яғни мынау v векторы, мынау v0 мен vy-тің қосындысы болып тұр. Демек, v-ны табу үшін біз түбір астында, яғни мынау v0-дің квадратын қосамыз. Әрине, vy ол тіктөмен бағытта үдемелі қозғалысқа жатады, үдеуі g-ға тең. Демек, vy-ті табу үшін g квадрат, t квадрат деген формуламен есептесек болады екен. Яғни, осы формуланы пайдаланып, біз кез келген уақыт мезетіндегі осы қозғалыстың жылдамдығын есептей алады екенбіз. Балалар, бүгінгі тақырыпта біз көкжиекке бұршасай лақтырылған дененің қозғалысын ары қарай қарастырдық. Бұл жерде бізде қалып кеткені ол мынау қисықтық радиусын анықтау болатын. Яғни бастапқы нүктесіндегі және ең биік нүктесіндегі қисықтық радиустарын қалай анықтаймыз, оның формасын таптық. Және егер мынау көкжиекке бұршасай лақтырылған дененің тең қозғалысының тең жарты бөлігін қарастыратын болсақ, соңғы жарты бөлігін, бұл бізде горизонталь лақтырылған дененің қозғалысына сәйкес келеді екен. Яғни белгілі бір h биіктіктен v0 жылдамдықпен лақтырылған дененің қозғалысына сәйкес келеді. Біз бұл қозғалысты 9-шы сыныпта қарастырғанбыз. Енді толықтырып біз бұл жерде кез келген уақыт мезетіндегі, яғни мынау горизонталь лақтырылған дененің жылдамдығын есептейтін формуланы алдық. Балалар, бүгінгі тақырып сіздерге түсінікті болды деген ойдамын. Егер қандай да бір жер түсініксіз болса, осы видеоның астына пікір қалдырыңыз. Мен сіздерге жауап беремін. Келесі кездескенше сау болыңыздар.